Құрметті оқушылар, бүгін өтетін сабағымыздың аты ертек ежелгі көшпелі өмір және де Қазақстандағы темір дәуірі туралы. Ерте темір дәуірінің ерекшелігін өткен жолы сабақта да айтып өттік, қола дәуірін өттік, біз тас дәуірін өттік. Адамзат тарихында қандай дәуірлер болды? Кім айтады? Айтқан ғой. Жақсы отыра ғой. Қандай дәуірлер болды? Қола дәуірі болды, қола дәуірі болды, темір дәуірі болды, тас дәуірі болды. Тас дәуірі нешеге бөлінген? Қандай? Неолит, үш дәуірге бөлінген, ол неолит дегеніміз кейінгі тас дәуірі, жаңа тас дәуірі ғасыр деп айтамыз. Ал палеолит дегеніміз орта тас дәуірі, ал палеолит ерте тас дәуірі, мезолит орта тас дәуірі. Неге тас дәуірі деп аталынады? Кім ақсезім? Қару жарақтан тастан жасағандықтан бұл дәуірді біз тас дәуірі деп айтамыз. Енді қазір сіздерге ойлануға сұрақ берейін. Темір қатты ма, мыс қатты ма? Темір қатты, енді біздің ежелгі көшпелілердің темір дәуірінде кіргендегі темірден қару жарақ жасауларында бірінші қазір видеоға назар аударайық, тыңдаймыз, сосын мұқият осы туралы сұрақтар қойыламыз. Сұрақтар қойылады сіздерге. Мен жазып қосайын видеоны. Біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдықта Қазақстан аумағында адамдар темірді балқытып үйренді. Бұл металл өңдеудің жаңа кезеңі болды. Темір құралдар берік әрі тиімді болды. Темірдің пайда болуы шаруашылыққа үлкен әсер етті. Егіншілік өнімділігі артты. Мал шаруашылығы мен аңшылық дамыды. Адамдар жаңа жерлерді игере бастады. Темір өндірісі қоғамның дамуына ықпал етті. Ерте заманда темірді қалай өндірген? Темірді балқыту үшін қанша градус температура қажет болған? Темірді игеру ерте темір дәуірі адамдарының тұрмысын жеңілдетті ме? Темірді игеру кезінде белгілі бір тәсілдер пайдаланды ма? Темірді игеріп, одан қару-жарақ жасауды үйрену жаңа жерлерді жаулап алуға мүмкіндік берді ме? Осы сұрақтарға жауап бер. Темір дәуірі жайында не білесіңдер? Темір дәуірі тас пен қола дәуірлерінен кейінгі үшінші ірі археологиялық кезең. Оның бірінші кезеңі ерте темір дәуірі деп аталады. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың басынан осы заманға дейінгі кезеңді алсақ, темір адамзаттың заттық мәдениетінің негізі болып келді. Ежелгі металлургия орталықтарынан орталық және шығыс Қазақстан кіреді. Темір дәуірі қандай кезеңдерге бөлінеді? Темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырларды қамтитын ерте темір және біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздағы 6-шы ғасырлар аралығын қамтитын кейінгі темір дәуірлері болып екіге бөлінеді. Темір екі жағдайда кездеседі. Оның бірі жердің өзінен пайда болған жерлік темір, екіншісі аспаннан метеорит түрінде жерге түскен космостық темір. Темір өте төзімді мықты металл. Ежелгі дәуірде темір алтыннан да қымбат бағаланып, көк құдайының сыйы болып есептелген. Ерте заманда темірді қалай өндірген? Кештер темірді пеш көрікпен өндірген. Алдымен тастан немесе шикі саз балшықтан салынған пештің астынан ауа үрлейтін көлік орнатқан. Содан кейін пештің ішіне бірнеше қатар етіп отын мен кен тасын қалап, отынды тұтатып, көрікпен ауа үрлеген. Темірдің шала қорытылған қиыршықтарын бөліп алып, төске салып, балғамен соғып, соң темір алған. Темірді балқыту үшін қанша градус температура қажет болған? Ауа үрлейтін көрікпен пештің ең жоғары температурасын 1200 градусқа жеткізген. Кен тасы ұнтақтарынан балқыған темір алу үшін 1530 градус температура қажет болды.
Сондықтан темірдің шала қорытылған шикі қиыршықтарын алуға ғана мүмкіндік туған. Темірді игеру ерте темір дәуірі адамдарының тұрмысын жеңілдетті ме? Еңбек құралдарының темірден жасалуы жер өңдеуді жеңілдетті. Сондай-ақ темірден жасалған еңбек құрал жабдықтарын бақташы тайпалар күнделікті тұрмысында кеңінен пайдаланды. Ат әбзелдер мен соғыс құралдарын жасауда да темірді пайдаланды. Темірді игеру кезінде белгілі бір тәсілдер қолданды ма? Адамдар біртіндеп тәжірибе жинақтап, темірді балқытпай қыздыру арқылы беріп, еңбек және соғыс құралдарын жасауды ойлап тапты. Темірді өңдеудің бұл тәсілін бүгінгі күнге дейін қолданып келеді. Ол металды салқын өңдеу деп аталды. Ерте темір дәуірі кезеңінде шеберлер құю технологиясының түрлі әдіс тәсілдерін меңгеріп, техникалық өңдеу арқылы бұйымдарға түрлі пішін берді. Темірді игеріп, одан қару-жарақ жасауды үйрену жаңа жерлерді жаулап алуға мүмкіндік берген шығар. Темірді пайдалану қару-жарақтың түрін жетілдіріп дамытты. Бұл тайпаларға жаудан қорғанып, жерлерін кеңейтуге мүмкіндік берді. Күнделікті тұрмыста дөңгелекті арбаның қолданылуы сауда-саттықтың дамуына зор әсерін тигізді. Ал енді құрметті оқушыларым, біз міне темір дәуіріне видео саяхат жасадық, иә? Енді сендерге сұрақтар қояйын. Темірді балқыту үшін үлкен температура керек қой, ода тез балқыма. Үлкен, көп температура керек, иә? Темір шамамен 10 градуста балқиды екен, иә? Енді біздің ата-бабаларымыз сол темірді балқыту үшін қандай қолданған заттар қолданды деп ойлайсыңдар? Пештер жасады, иә? Ол пешке көрік жасады дейді, маған көрді ме? Көрік деген не екен білесіңдер? Көрік деген жел өрлейтін аспап. Оны көбінесе теріден жасайды. Теріден жасайды, сосын қолмен басқан кезде ол не болады? Өрлейді, жел өрлейді, жаңағы отта, жел өрлейді, оттың ескі өрлейді, қызуы көтеріліп темір балқиды. Енді осы темірден жасаған құралдардың адамдар өміріне қандай жеңілдіктер әкелді деп ойлайсыңдар? Қандай жеңілдік болды темірден құрал жасаған адамдарға? Иә, күнделікті жер жырту мысалы үшін тесе қолдану дегендерде, иә, арба жасалу дейтін бағана айтты ғой, арба жасағанда өткен жол сабақ өттік қой, білесің ғой, иә? Арба жасау үшін әуелі дөңгелектер өтіледі. Ол және тарихында өтіледі, иә? Дөңгелектер өтіледі. Дөңгелек ойлағаннан кейін адамдардың өмірінде үлкен өзгерістер болған. Темірден құрал жасап, темірден сауыт жасағаннан адамдар не істеді? Жаңа жерлерді жаулап алды. Соғысқа мықты құралмен келетін болды, иә? Көрдіңдер ме? Енді темір дәуірінде дейді, темір дәуірінде адамдардың өмірі қалай өзгерді деп ойлайсыңдар? Қалай өзгерді? Иә, заттары, қолданған заттары мықты болды, тұрсын. Бір жағы, екіншіден қандай болды? Жандар елдерге үстемдік жасай бастады, иә? Енді біздің ата-бабаларымыз жерден естеді, жаулап ала бастады, жаулап жандар елдерінде. Қазіргі Қазақстан территориясы үлкен бе? Иә. Сол қазіргі Қазақстан территориясында үлкендігі сол біздің ана қару-жарақтың мықты болғандың себебінен деп бір жағын ойлаймыз, иә? Ата-бабаларымыздың. Қазір енді темірді пайдалану бір жағынан, екіншіден темірді өңдеу керек. Темірді балқытпағаннан кейін одан құрал жасау үшін не істеді адамдар? Оны қыздырды біріншіден, иә? Қыздырып барып ұрды, алғанмен ұрды. Екіншіден қыздырмай ұру деген әдіс болған. Жаңағы мысалы үшін қылыш жасау үшін не істеу керек? Қылыштың несі бар қолында? Ұстайтын жерінде не болады? Сабы болады, иә, ағаш сабы. Мына несінде не болады? Темір жүзі болады. Жүзі жасау үшін не істеу керек? Темірді. Ұру керек, ұрмасаң, жұқарып қалсаң, ол өтпейді ғой. Өткіру керек қылыш. Сондықтан оны ұрды.
Onu sırında versin de var, sırında versin de. Yekisi değil, bu kuşgölleri de olsun vakti teminler katar, başka sonunda metallarını tanıtı yolga koyuyorlar. Kişiye duyurtuk o savaşta niye jasadı adamlar? Hayır adamlara niye jasadı? Her şey diye bir jasadı. Bunu kulakta sarığa taktı, oyundan diye taktı. Mualkalar taktıydı. Bunun beğen kimde jasadı? Geçen kol. Kolda adamlar jasadı. Zirveli de başladı. Her türlü stilleri sandırıldı nedir? Teşekkür ederim. Onun için de yeni özlük stil, adamlar özgürlüğü niye sattı? Andarda jasadı andarda. Niye? Dana andarda jasadı, onun için de danada Moğol'un üstünü nemisi, Jartaş andarın üstünü jasadı. Oğlan seyret, belki İslam tuturuz. Kanday bizim Kazakistan'ı niye tanıdır edi? Sütürüyorum bizim. Altın adam tarafından, niye altın adam tarafından? Altın adam bitmeye gaytanız onu? Denizin ver, kıyımın ver, altından jasalmıyor eklerini. Bunu olsun da altın adam da var. Kârda sizlerge defterlerimi taşıma verelim. Taşırma, defterlerimi taşıma. Bana şu sorar. Koruk degenimiz neyin? Koruk. Canım, koruk. Nasıl olursa koruk degenimiz neyin? Koruk degenimiz neyin sırağımız? Yekil sırağımız. Aşakiye degenimiz ne? Biraz. Aşakiye degenimiz ne? Olsa ilk sırafta cevap verilir. Жақсы. Ortada yeniden avşır sorup bittik. Koruk degenimiz neyin? Sonra bir sultan. Örlütün kural eski. Temirliğe ülkenin neyse sabır olsun. Astak var olsun. Niye kendinize oturursun? Aşakiye binden degenimiz ne? Aksacım. Aşakiye binden temizleyeceğim. İyi, altından, kümüsten jasalgan, kızaktan, kulağından, moyundan parmakla altkan, kulağına sırra. Sen айтып ne Әйелдерге қыздарға жасалатын білезік, сырға, темірден жасалатын сондай заттарды айтады. Жақсы. Қазір мен сіздерге енді біз кері байланышаса кетейік, осы сабақ түсіндіргендер туралы. Міне мына жерде мына сурет беремін бе? Көрсетуге міне.
егер сабақты түсінсеңдер, bunu көрсетіп қояйын, жасыл түске бояйсыңдар. Иә, желкені мына желкені. Егер әлі қиындықтар болса, сарыға түсінбесеңдер, қызылға бояйсыңдар. Дейсіз ба? Жақсы. Шет ағаны боясаңыздар деседі, көп түгел боямайтынды, сурет өзіңізде қалады. Қазір көрсете қойыңыздар, қандай сабақ түсіндіресіз. Сендікі жасыл, иә? Сендікі жасыл. Тағында бар? Ананы боямадың, желкені. Желкені боямай көтердің мысалы. Ақ сезім жасылға боямаса екен, яғни ақ сезімді түсінген екен сабақты, иә? Енді бүгінгі сабақта жаңа бесіне басқарған оқушыларды бағалай кетейік. Бұл бағалауды біз не істейміз? Жапон әдісімен жасаймыз, жапон әдісімен. Жапон әдісінде, мысалы үшін жақсы десек, бұлай болады, орташа болса бұлай болады, жаман десек, бұлай болады. Бәріміз қазір айтамын, кім туралы, сол баланы айтқан кезде сізді бағалаймыз. Келістік пе? Ал, болыңыздар ғой, перевалез. Бұл қағаз өздеріңізді қала берсін, ескерткішпен. Енді біз бүгін сабаққа жаңа мен сұрақтар болған, үй тапсырмасын сұрақ қойғанда, жауап берген балалардың ішінде жақсылық. Жақсылық қалай бағалаймыз? Қолымызды ұстаймыз былай? Былай ма? Бәрімізді? Жақсы ма? Или былай? Жоқ, ұялмайды, айтылыңды. Былай де былай. Мынау орташа, мынау төмен деген сөз. Мынау жақсы деген сөз. Кәнді көрсетіңдер. Орташа сендікі, иә? Сендер орташа, сендер орташа, ақ сезім, жақсы деген баға қойыңыздар. Енді ақ сезімге баға қоямыз. Бәрін көрсетіңдер, ақ сезім өзі емес, басқалар көрсетіңдер. Бәрін жақсы деген баға қойды. Абдырахманға қандай баға қоямыз? Кәні? Жақсы деген баға бердік, иә? Енді Бексұлтанға Абдырахман көрсетпесіңдер. Жақсы деген баға қойдыңдар, иә? Яғни бүгінгі сабақтың мақсатына жетті деп ойлаймын. Балалар бәрін түсінді деп ойлаймыз. Енді бағалар әдісімен қазір пайдаланып көрейік. Мұны қазір бәріне таратып береймін. Мына артындағы екі балаға беремін. Қазір тағы да қайталап өтемін. Кімге қанша бал қойсыз, мәшінді сол жылы қойымыз. Келісіз бе? Ал бірінші Бексұлтанға қанша қоямыз? Көрсетіңдер қойған жерден маған, сосын былай. Қандай мәшінені. Қай қойыңдар? 8, 9, 8. Бексұлтан жақсы бағалды. Енді ақ сезімге 9, 10 қойданы. Мені жақсы бағалды ба. Ақ сезім 5 деп айтамыз, 5 бағасында. Енді Абдырахманға белгілейміз. Бексұлтан сен жүрбе айтасың. Бәрін көрсетіңдер маған. 8, ақ сезім 7, жақсылық 9, Бексұлтан 7. Енді өзім көрсетпейсің, өзің көремін. Жақсы бұл баламда төрт алдым. Енді Бексұлтанның бағасын көрсетіңдер. Кімнің ақ сезімнің? Көрсетіңдер бі, жақсылықтың. 8, 7. Жақсы, жақсылықтың жақсы бағалды. Ал енді сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма осы темір дәуіріндегі көшпелілер өмірі.